Ибрахимге Ажар мен емшектегі баласы Исмайылды Меккеге алып бару туралы Аллахтан бұйрық келді. Сонымен Ибрахим оларды алып Меккеге сапар шекті. Ибрахим жеке өзі болғанда сапарға пырақпен, яғни пайғамбарлар мінетін жануармен аттанатын. Ал жалғыз болмаса әдеттегідей жол жүріп сапар шегетін. Сондықтан олар Мекке топырағына кәдімгі жаяу жолаушының жүрісімен жол тартса керек. Бірақ Ибрахим Ажар мен Исмайылды зиярат жасағанда пырақпен келіп кететін. Сонымен олар Меккенің елсіз, сусыз жазығына жетті. Ибрахим Ажар мен баласын сонда тастап, оларға бір ыдыста құрма, бір ыдыста су қалдырып, өзі кері қайтты. Ажар Ибрахимнің артынан жүгіріп: «Ей Ибрахим, қайда барасың? Бізді қайда қалдырып бара жатырсың? Мұнда адам баласы дәнеңе жоқ қой» деді. Ол артына қарамай жүре берді. Ал Ажар артынан жүріп, бірнеше рет оның аялдауын өтінді. Ибрахим бұрылмады. Сонда Ажар оған: «Мұны саған Аллах бұйырды ма?» деді. Ол «Иә» деді. Сонда Ажар: «Олай болса, ол бізді өлтірмейді» деді. Сонымен Ажар анамыз қалды да Ибрахим кері қайтты. Ибрахим олар көрмейтіндер бір айналымға жеткенде Қағба жаққа қарап, қолын көтеріп Аллахқа жалбарынып: «Раббымыз, ұрпақтарымның кейбірін егінсіз ойпатқа, құрметті үйін Қағбаның жанына орналастырдым. Раббымыз, олар намаз оқысын, адамдардың жүректерін оларға бұрушы ет. Сондай-ақ оларды шүкіршілік етулер үшін жемістермен ризықтандыр» деп дуа қылды. Бұл кезде Қағба әлі құрылмаған еді, бірақ оның орны белгілі болатын. Анасы мен баласы екеуден екеу елсіз, сусыз сахарада қалды. Ұзамай азық ауқаттар таусылады. Анасының омырауындағы сүті де сарқылып, аштық пен шөл қысқан сәби жылай бастайды. Баласының шыңғырғаны жанына қатты батқан ананың жүрегі әбіржейді. Бауыр еті баласы үшін қиналып не істерін білмей, сасқан ана әлде бір көмек, жәрдем болама деген үмітпен маңындағы төбелерге шығып, төңірекке көз жүгіртеді. Сафаға шығып, маңайды шолып қарайды. Әрине бұл кезде Қағба құрылмаған, ал Зәмзәм суының көзі ашылмаған еді. Енді Ажардың көзі сол маңдағы жақын төбе Маруаға түсіп, сол жаққа қарай бет алды. Бұл төбеге де шығып, жан-жақты шола бастады. Ажар үшінші бір төбеге шығып қарағысы келіп еді, баласынан ұзап кетуден қауіптеніп, қайтадан Сафаға оралды. Сәлден соң Маруаға қайта келді. Әбіржіған ана екі төбенің арасында ерсілі-қарсылы осылайша жүгіре берді. Ана жүрегінің қысылуынан, әбіржуынан, қобалжуынан туған бұл әрекет мұсылмандар үшін оның өзінен кейін мәңгілік рәсім болып қалыптасты. Санаққа алар болсақ, Ажар анамыз Сафа мен Маруаның арасында 7 рет жүгіріп өткен екен. Ажар анамыз сол әрекетте жүргенде Жәбірейіл алейхиссалам түсіп, Исмайылдың қасынан өзінің қанаттарының бірімен Зәмзәм бұлағының көзін ашты. Міне осылай Зәмзәм бұлағы шығып, Исмайыл мен Ажар анамыз аман қалды. Осы сәттердің бірінде Жұрхум деген тайпа су бар қоныс іздеп жүрген еді. Бұл Жұрхум тайпасы Йемендік таза араб ұрпақтары болатын. Олар Мәриб бөгеті бұзылғаннан соң Йеменді тастаған еді. Йеменде үлкен бір бөгет болатын. Адамдар оны су қоймасы ретінде пайдаланатын. Сол су құймасы бұзылған уақытта ежелгі араб тайпалары Йеменнен араб жазирасының басқа жерлеріне қоныс аударды. Ал шөл далада судың ауадай қажеті екені мәлім. Олар су бар жер тауып, сонда өмір сүрмекші болды. Жұрхум тайпасы саудамен айналысқандықтан қай жерде су көзі барын жақсы білетін. Олар Шам өлкесін бетке алып келе жатқан еді. Жұрхумдіктер Мекке даласы деп аталатын жерде құстардың ұшып жүргенін көрді. Ол жерді олар Бәкке деп те атайтын. Олар Зәмзәмнің төбесінде құстар айналшақтап ұшып жүргенін көріп: «Біз бұл жерді білеміз ғой, мұнда су жоқ сияқты еді. Мұнда неге құстар ұшып жүр?» деп бір кісіні төңіректі шолуға жібереді. Ол барып ен далада шығып жатқан суды байқап, руластарына хабар береді. Олар келген кезде баласын қолына алған бір әйелдің суды қолымен кесіп, бір жағынан оның құмға сіңіп кетуінен қорқып, абдырап, «Зәмзәм, Зәмзәм, яғни жинал деп отырғанын көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Егер ол Ажар оны бұлақты жайына қалдырғанда, ол бұлақ ағын өзен болар еді» деген.
Бірақ ана жүрегі баланың жаны сақталып қалған судың құмға сіңіп кетуінен қорқып, Зәмзәм жинал деп тоқтатқан еді. Қияметке дейін Аллахтың керемет мұғжизасын айғақтап тұрушы бұлақ осылай Зәмзәм суы деп аталды. Журхум тайпасының адамдары бұлақтың иесі ретінде Ажарға ілтипатпен: "Сен рұқсат берсең, біз осында тоқтап, мына судан пайдаланғанымыз үшін саған белгілі бір мөлшерде ақы төлеп тұрайық" деді. Ажар бұл ұсынысты мақұл көріп келіскен. Уақыт өте келе бұл бұлақ Зәмзәм Ажар анамыз бен ұлы Исмайылдың күнделікті күнкөріс көзіне айналды. Осылай Журхум тайпасы Меккеге қоныстанды. Исмайыл Журхумдіктердің арасында өсті. Олардан әдеби араб тілін үйреніп, оны шебер меңгерді. Сөйтіп оның ұрпағынан Мұстағриб арабтанған арабтар тарады. Мұстағриб арабтардан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шықты. Негізінде бұл оқиғалар Ажар мен баласын тастап бара жатқандағы Ибрахимнің тілеген дұғасының жауабы еді. Ибрахим мен оның келіндері. Күндер өтті. Исмайыл Журхум тайпасының арасында өсіп, жігіт болды. Ибрахим жылына бірнеше рет баласымен жүздесіп тұрды. Бірде Ажар дүние салғаннан кейін Ибрахим ұлын көруге келеді. Бұл кезде Исмайыл Журхумдіктердің бір қызына үйленген еді. Баласының үйіне келсе, ол жоқ екен. Келінінен жағдайларын сұрайды. Келіні оған таршылықта, қиындықта өмір сүріп жатырмыз деп шағымданады. Ибрахим оған: "Егер күйеуің келсе, оған сәлем жолдап, мынаны айт: есігінің табалдырығын өзгертсін" дейді. Ұзамай үйіне оралған Исмайыл бірдеңені сезіп әйеліне: "Сендерге біреу келді ме?" дейді. Әйелі: "Иә, бір қария келді. Сені сұрады, жағдайымызды білді. Мен таршылықта, қиындықта күн кешіп жатқанымды айттым" деп Ибрахимді сипаттап береді. "Саған бір өсиет айтты ма?" дейді Исмайыл. "Иә, саған сәлем жолдауымды және есігіңнің табалдырығын өзгертуді айтуымды сұрады" дейді. Сонда Исмайыл әйеліне: "Ол менің әкем. Маған сенімен ажырасуды тапсырыпты. Сен төркініңе қайт" дейді. Сонымен ол онымен ажырасып, басқа әйелге үйленеді. Бұдан кейін Ибрахим тағы да келіп, Исмайылды үйінен таппайды. Келінінен жағдайларын, күнкөрістерін сұрайды. Ол жағдайларының жақсы екенін айтып, Аллахты мадақтайды. "Тағамдарың не?" деп сұрайды. Келін: "Ет" деп жауап береді. "Сусындарың не?" дегенде: "Су" дейді. Ибрахим: "Аллахым, оларға ет пен суда береке бер" деп дұға қылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Сол күндері оларда дәнді дақыл жоқ болатын. Егер оларда дәнді дақыл болғанда, сол үшін оларға дұға қылар еді. Меккенің кезінде ешкім ол екеуінсіз ет пен сусыз қалмайды" деп айтқан. Сосын Ибрахим келініне: "Егер күйеуің келсе, оған сәлем айт және есігіңнің табалдырығын бекітуді тапсырды дерсің" деп жүріп кетеді. Ұзамай Исмайыл келіп: "Сендерге біреу келді ме?" деп сұрайды. "Иә, бір келбетті қария келді. Сені және жағдайымызды сұрады. Жағдайымыз жақсы деп айттым" дейді. "Саған бір өсиет айтты ма?" дейді. "Ол саған сәлем жолдады және есігіңнің табалдырығын бекітуіңді тапсырды" дейді. Сонда Исмайыл оған: "Ол менің әкем. Сені өзімде ұстауымды бұйырған екен" депті. Құрбандық оқиғасы. Ибрахимнің Меккеге жасаған сапарларының бірінде адамзат тарихындағы аса бір ұлы оқиға жүзеге асты. Ол қасиетті аймақта ұйықтап жатып аян алды. Түсінде өз баласын бауыздап жатқанын көреді. Ибрахим пайғамбарлардың түсін шындық екенін білетін. Сондықтан ешбір екіленбестен осы бұйрықты орындауға кіріседі. Алла тағала бұл ұлы ғажап оқиғаны бізге өз кітабында былай деп баян етеді. Ибрахим: "Мен Раббыма қарай барамын, ол мені тура жолмен жүргізеді. Раббым, маған ізгілерден бір ұл бер" деді. Сонда біз оны өте кеңпейіл бір ұлмен қуанттық. Баласы өзімен бірге әрекет етуге жеткен кезде ол: "Ей балақайым, мен түсімде сені бауыздап жатқанымды көремін. Қарашы, не ойлайсың?" деді. Сонда Исмайыл: "Ей әкетайым, өзіңе бұйырылғанды орында. Алла қаласа мені сабырлылардан табасын" деді. Ибрахим пайғамбар Аллахтың бұйрығына бойсынып, оның әмірін орындау үшін шыққанда, оған Жамрат әл-Ақабада шайтан кездесіп, бұл ойынан қайтармақ болады. Ибрахим оны 7 тас лақтырып қуып жібереді. Ибрахим екінші жамраға жеткенде, шайтан тағы алдынан шығады. Бұл жолы да Ибрахим оны 7 тас атып қуады. Ол 3-ші жамраға жеткенде,
шайтан алдынан тағы шығады. Ибрахим оны тағы да 7 тас лақтырып маңынан алыстайды. Осылайша Ибрахимді азғырмақ болған шайтанның сасы қойы іске аспады. Сөйтіп, әке мен бала бұл бұйрықты орындауға шешім қабылдады. Исмаил әкесіне: «Ей әкетайым, егер мені бауыздамақ болсаң, жүзіме көзің түсіп, аяушылығың оянбау үшін маңдайымды төмен қарат» дейді. Ибрахим осылай істеді. Ол ұлын етпетінен жерге жатқызды. Пышақты алып, оның алқым тұсына қойып тартты. Пышақ кеспеді. Бұл Алла тағаланың бұйрығы еді. Сонда Ибрахим пышақты қатты басып тартады, бірақ пышақ өтпейді. Осылай әке бала екеуі Аллах тағаланың әміріне түгелдей бойсұнған кезде сынақ аяқталды. Олар Аллахтың әмірін орындауға барлық ынталарымен әрекет етті. Бұдан кейін сынақ қалуға қажеттілік жоқ еді. Өйткені мақсат қан төгу емес, олардың бойсұнуларын тексеру болған. Бұл тарихтағы ең үлкен сынақ болатын. Кім 86 жасқа келгенде көрген жалғыз ұлын ишара нұсқау арқылы құрбандыққа шалсын. Ал Ибрахим бүкіл әлемдердің Раббысына бойсынып, мұндай қиын сынақтан абыроймен өтті. Ибрахим Исмаилді бауыздамақ боп пышақ өтпей жатқан аралықта ол бір дыбыс естіді. Бұрылып қараса Жәбірейіл екен. Онымен бірге көктен, жаннаттан түсірілген қошқар бар еді. Құранда біз оны ұлы құрбандықпен ауыстырдық деген. Ибн Аббас радиаллаху анху ол жаннатта 40 күз бағылған, түсі ақ, көзі үлкен және мүйізді ірі бір қошқар еді деп айтқан. Исхақтың дүниеге келуі. Ибрахим осы оқиғадан кейін Палестинаға қайта оралған кезде Алла тағаладан тағы бір қуанышты хабар келді. Исхақтың сүйінші хабары Ибрахимге Палестинаға оралғаннан кейін келді. Бұл кезде Ибрахимнің жасы 120-ға келген, ал Сара 90 жаста еді. Оларды сүйіншілеп Жебрейіл алейхиссалам, Микаил алейхиссалам және Исрафил алейхиссалам түсті. Алла тағала оларға Лоттың қауымын жоюды бұйырған еді. Олар жолай алдымен Ибрахимнің үйіне адам кейпінде келді. Ибрахим өте қонақжай еді. Үйіне қонақ келсе қуанатын. Сондықтан да ол Абу Дифан, қонақтардың атасы деп аталған. Ол өзіне қарай келе жатқан адамдарды көрді. Олар келіп сәлем берді. Ибрахим де олармен сәлемдесіп, таңырқап тұрып қалды. Өйткені олар бөгде болатын, әрі олардан ұзақ жол басып келгендіктің әсері білінбейтін, мініс көліктері де жоқ еді. Құранда Алла тағала олар Ибрахимге кірген кезде сәлемдесті. Ибрахим де сәлем бөгде қауым деді. Дереу үйіне барып, семіз бір бұзау әкелді. Оны оларға жақындатып, жемейсіңдер ме деді. Тамаққа қол созбағандарын көріп, олардан тіксініп қорықты. Олар қорықпа деді де, оны білімді бір ұлмен сүйіншіледі. Сонда Ибрахимнің жұбайы демін ішіне тартып келіп, өз бетін ұрды да, мен бір бедеу кемпір деді. Олар, Раббың осылай деді, ол аса дана, бәрін білуші деді деген. Сонда барып Ибрахим олардың періште екенін білді. Өйткені олар қорықпа, расында біз Лоттың қауымына жіберілдік деген. Сөйтіп періштелер өздерінің басты мақсаттары не екенін айтты. Алла тағала Құранда: Ибрахим, ей елшілер, бұйымтайларың не деді? Шын мәнінде біз бір күнәкар елге жіберілдік. Оларға лайдан тас жаудыру үшін. Бұл Раббыңның алдында шектен шыққандар үшін белгіленген деді. Олар өздерінің келу себебін айтып жатқанда, Сара қонақтарға қызмет жасап жүрген еді. Оны естіп күлді. Ғалымдар, ол Лоттың қауымы жойылатынын естіген кезде қуанды. Өйткені олар жер бетін бұзақылыққа толтырған болатын, деп пікір білдірген. Лот, жер бетінде бұлардан кесірлі ешбір елдің тұрғындарын білмеймін деген. Алла тағала Құранда оның әйелі түрегеп тұрып күліп жіберді. Сонда оны Исхақ және артынан Яқубпен сүйіншіледік дейді. Яғни Сараға 3 сүйінші хабар келді. Оның алғашқысы Ибрахим мен Сараның Исхақ деген ұл сүйетіндері, екінші Яқуб атты немере көретіндіктері, кейінгісі Сара анамыздың ұзақ жасайтындығы жайлы еді. Бұл сүйінші хабарды естіген Сара анамыз таңданысын жасыра алмай, сорым құрсын, мен кемпір, ал мына ерім шал болып тұрып туамын ба? Шын мәнінде бұл таңғаларлық нәрсе дегенде, Аллахтан үміт үзгендердің бәріне ғибрат болар. Расында да пенденің 90-ға келіп ұл көріп, немере құшуы таң қалдыратын жайт. Десе де ғайыптың ісін ешкім болжап болмаған.
Осылайша Ибрахим мен Сара өз ұрпақтарынан келетін пайғамбарлар тізбегімен сүйіншіленді. Қағбаның тұрғызылуы. Ибрахим Меккеге жасаған сапарларының бірінде ұлы Исмаилге: «Ей балақайым, Аллах маған бір бұйрық берді. Ол: «Уа әке, Раббың бұйырған нәрсені істе» деді. Ибрахим: «Сен маған көмектесесің» деді. Ол: «Әрине» дейді. Ибрахим: «Аллах маған осы жерде Алла үшін бір жай соғымды бұйырды» дейді. «Мен сенімен біргемін» дейді. Ибрахимге періште келіп Қағбаның орнын көрсетті. Ибрахим мен Исмаил үйді тұрғызуды бастап, бұрышына жеткен кезде Ибрахим сол бұрыштың ерекше болуын қалады. Сөйтіп, ол Исмаилге: «Маған осы бұрышқа лайықты бір тас әкел» деп бұйырды. Исмаил: «Мен шаршап тұрмын» деп жауап қатады. «Орныңнан тұр» дейді Ибрахим. Исмаил орнынан тұрып тас іздей бастайды. Бірақ ол лайықты тас таппай қайтады. Кенеттен сол бұрышқа бір тас қаланып, Ибрахимнің құрылысты жалғастырып жатқанын көрді. Ол: «О әкетай, бұл тасты саған кім әкелді?» дейді. Ол: «Маған оны шаршамайтын Жәбірейіл алейхиссалам алып келді. Бұл жаннаттан келген тас» деді. Ол туралы деректерде ол алғашында ақ тас болған, сосын қарайған, оны қарайтқан адам ұрпағының күнәлары деп айтылған. Сонымен Қағба құрылды. Бұл лай балшықсыз жалаң тастармен тұрғызылды. Оның биіктігі Ибрахимнің бойына жеткен кезде ол тастарды қалай алмай қалды. Сонда ол ұлына аяқ қойып құрылысты жалғастыратын бір тас әкелуді бұйырды. Олы бір тас алып келді. Ибрахим оның үстінде жалаң аяқ тұрғанды. Оның аяқтарының ізі тасқа басылды. Ибрахимнің мақамы дегеніміз осы. Ибрахимнің мақамы Қағбаға тақау жерде болатын. Қажылыққа келген адамдар Қағбаны тауап еткенде сол жерде қатты сығылысып, Құранда баян етілген Ибрахимнің мақамын көру үшін бір-біріне зиян келтіретін жағдайлар кездеседі. Сондықтан Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху анху сахабалардың келісімен оны орнынан жылжытып, қазіргі орнына қойған. Сонымен үй құрылып біткенде Алла тағаладан: «Оның жолына шамасы келген адамдар Аллах үшін үйге, Қағбаға қажылық жасау парыз. Ал кім қарсы келсе, Аллах барша әлемдерден бай» деген бұйрық келді. Сондай-ақ Алла тағаладан Ибрахимге: «Адамдарды қажылыққа шақыр» деген әмір түсті. Ибрахим: «Уа Раббым, менің даусым жетпейді ғой» дейді. Алла тағала: «Ей Ибрахим, саған тек шақыру керек, ал оны жеткізу бізге тән» деп үн қатты. Сонда Ибрахим Арафат тауына көтеріліп, сол жерден адамдарды Аллахтың қасиетті үйіне қажылық жасауға шақырды. Сол кезде Аллахтың кереметі мен оның даусы жер-жеріндегі барлық адамдарға жетті. Сондай-ақ Алла тағала адамдардың жүрегіне Қағба мен оны қажылық жасауға деген махаббатты екті. Сонымен адамдар бүкіл дүние жүзінен Аллахтың үйіне қажылыққа келе бастады. Осылай Алла тағаланың мұғжизасымен Қағбаны қажылық жасау және оны құрметтеу мұсылманшылықтың қасиетті дәстүріне айналды. Бұдан кейін Ибрахим Палестинада өмір сүрді. Алла тағаланың Ибрахимге өзінің өлілерді тірілту құдіретін көрсетуі. Алла тағала өзі мен Ибрахимнің арасында болған ғажайып бір әңгімені баян етеді. Құранда: «Сонда Ибрахим: Раббым, маған өлілерді қалай тірілтетініңді көрсет» деп өтінді. Алла тағала: «Сен сенбейсің бе?» деді. Ол: «Әрине сенемін, бірақ жүрегім орнығу үшін» деді. Осы жерде ғұламалардың айтуынша анық білу және анық көзбен көру бар. Анық білу кісінің бір нәрсеге толық сенімді болып, жүрегінде ешқандай күдіктің болмау. Омар ибн әл-Хаттаб радиаллаху анху: «Аллахпен ант етемін, аспан жарылып, жәннет пен тозаққа назар салсам да, иманым артпас еді» деп айтқандай. Ал анық көзбен көруге келсек, Алла тағала Құранда: «Раббыңа саған анық бір нәрсе өлім келгенге дейін құлшылық қыл» деген. Өлім келсе Аллахтың айтқандарын, періштелер мен қабірге қатысты жағдайларды және ақырет күніне қатысты хабарларды көзбен көресің. Демек Ибрахим анық білу деңгейінен анық көзбен көру деңгейіне өтуді қалады. Сонда Алла тағала 4 құсты алып, оларды өзіңе жина. Сосын әр тауға олардан бір бөлшек қой деді. Яғни 4 құсты алып, оларды сой. Сосын оларды бөлшектеп бір-бірімен араластыр. Сонан соң олардың етінің қаны мен қауырсындарының қоспасын 4-ке бөліп 4 тауға апарып қой деді. Және бір деректерде Ибрахим құстардың басын өзінде алып қалды делінген.
Іс жүзінде ол құстарды сойып, оларды бөлшектеді. Олардың бөлшектерін араластырып, 4 тауға бөліп қойды. Сонда Ибрахим құстарды шақырды. Сол кезде оның көз алдында құстардың денесі жиналып, бассыз бейнелене бастады да, артынша Ибрахимге келіп, бастарын алып ұшып кетті. Иә, әлбетте, Алла Тағаланың әрбір нәрсеге құдіреті жетеді. Ибрахимнің дүние салуы. Исмайылдың анасы Ажар әкесі Ибрахимнен бұрын дүние салды. Ол Меккеде жерленген. Ибрахим оның қазасына қатты қайғырды. Кейін 127 жасында Сара дүние салды. Ибрахимге оның қазасы да ауыр тиді. Ал 175 жасқа қараған шағында Ибрахим өзі фәнимен қош айтысты. Ұлдары Исмайыл мен Исхақ әкелерін қазіргі кезде Әл-Халил деп аталатын Хаброн деген жерге жерлеген.